Соңғы күндері әлем назарында Ирандағы америкалық екі пилотты құтқару операциясы болды. Иранның олардың басына бәйге тіккен оқиғаны баяндайды. 3 сәуір ақштың F-15 жойғыш ұшағы Иран аумағында атып түсірілді. Ұшақта 2 адам болған. Пилот пен офицер екеуі де катапульт жасап, Иранның оңтүстігіндегі таулы аймаққа түседі. Осы сәттен бастап жағдай күрт өзгереді. Иран билігі бірден мәлімдеме жасап, америкалық пилоттарды тірідей қолға түсіру басты мақсат екенін айтады. Тіпті оларды ұстап бергендерге сыйақы да жариялайды. Яғни бұл жерде уақытқа қарсы жарыс басталады. Бір жағында ақш құтқаруға тырысып жатыр, екінші жағында Иран оларды іздеп жүр. ақш бірден ауқымды құтқару операциясын бастайды. Оған арнайы жасақ, ондаған ұшақ пен тікұшақ, дрондар бәрі тартылады. Бірақ операция өте қиын өтеді. Құтқару кезінде америкалық ұшақтар бірнеше рет шабуылға ұшырайды. Бір А-10 шабуылдаушы ұшағы зақымдалып, пилоты катапульт жасайды. Құтқару тікұшағына да жерден оқ атылады. Экипаж жарақат алады. Тіпті кейбір ұшақтар Иран аумағынан шыға алмай, қолға түспес үшін әдейі жойылған деген ақпарат бар. Ал жерде қалған пилоттар не істеді? Екінші пилот жарақат алғанына қарамастан, бір тәуліктен астам уақыт бойы жалғыз жасырынып жүрген, тек тапаншасы болған. Ол үнемі орнын ауыстырып, биік жерлерде жасырынып, ешкімге байқалмауға тырысқан. Бұл олардың арнайы дайындықтан өтетінін көрсетеді. Яғни мұндай жағдайда да ең бастысы тірі қалу және қолға түспеу еді. Кейін ақш пилот нақты қай жерде екенін анықтаған соң, сол аймаққа әуеден соққы жасайды. Иранның өзі бұл шабуылдарға ақш пен Израильді айыптайды. Бұл соққылардың мақсаты ирандық күштерді алыста ұстап, құтқару тобына жол ашу болған. Алдымен бір пилот құтқарылады, ал екіншісі біраз уақыттан кейін ғана табылады. Ақырында 2 пилоттың да аман қалғаны белгілі болды. ақш президенті Дональд Трамп бұл операцияны жеке өзі растады. Осы мәлімдемесінде бұл ақш тарихындағы ең батыл құтқару операцияларының бірі болғанын айтады. Ал екінші пилоттың Иран тауларында жау тылында жасырынғанын айтты. Оны құтқару үшін ондаған әскери ұшақ жұмылдырылған. Трамптың сөзінше пилот жараланған, бірақ жағдайы жақсы, ал ең бастысы 2 әскери де аман. Сондай-ақ ол бұл операцияны ерекше атап өтіп, ақш тарихында алғаш рет 2 пилоттың қарсылас елдің ішінде бөлек-бөлек құтқарылғанын мәлімдеді. Бұл операцияның ерекшелігі қарсылас елдің ішінде өтуі. Бірнеше рет атыс болып, техника жоғалып, адамдар жараланған. Соған қарамастан 2 пилотты тірі алып шығу мақсаты орындалып отыр. Сондықтан әскери сарапшылар мұны өте сирек болатын, тәуекелі жоғары, бірақ сәтті аяқталған операция деп отыр. Арнамызға жазыла кетіңіз.